Сәлем достар, бүгін біз осындай жұп-жұмсақ болып пісетін бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін біз 300 грамм жылы сүтке 3 ас қасық майонез қосамыз. Майонезді езіп аламыз. «200 грамм жылы су қосып араластырамыз. 1,5 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант және 8 грамм дрожжи қосып араластырамыз. Дайын болған массамызды үлкенірек ыдысқа ауыстырамыз. Үстіне 50 грамм сұйық май қосамыз. Қажетінше ұн қосамыз. Барлығын бірге елейміз. Жақсылап елеу қажет. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қолға жабысатындай болуы қажет. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Столға және қолымызға қамыр жабыспау үшін ұнды қолданамыз. Барлығын дұрыстап елеп аламыз. Қамырымызды екіге бөліп 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы 0,5 см болуы қажет. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай кесіп аламыз. Қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Бауырсақтарымыз жұп-жұмсақ, үлпілдеп пісті. Жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен болғандарыңызға рахмет, ас болсын.